заманда адамдар мен құстардың достығы мықты болыпты. Құстар адамдардың тілін түсіне алатын болған екен. Биік тауда бүркіт өмір сүріпті. Бір күні бүркіттің қарны ашып, аулайтын аң аңдып отырады. Таудың биік шыңында отырып. Бірақ ештеңе таба алмайды. Күннің көзі бүркіттің көзіне түсіп, ол ұйқыға кетеді. Біраздан соң құстың қанатының даусынан оянып кетеді. Қараса, қаршыға жемтігін аулаған екен. Сөйтіп, келесі бір төбешке барып жейін деп жатыр екен. Оны көрген бүркіт қатты ашуланады да, қаршығаға қарап отырған төбешке барып, қаршығаны шұғып тастауға аз қалады. Қаршыға қорықпастан: "Бүркіт, саған не болған дікең?" деп дұрыстап сұрасаң, саған да беремін ғой еттен, дейді. Сонда бүркіт: Маған сенің қонақжайлығың керек емес, жай ғана сенің өліп қалған аңды қалай жейтінді көрейін деп келдім, дейді. Бірақ етті көріп көзі қызып барады. Оның көзіне қаршыға да күледі де: "Егер сен бұл аң өліп қалған болса, онда сен күні бойы не қарап отырсың?" деп сұраққа көңіл күйі түсіп кеткен бүркіт: "Мен бұл аңды көрмедім. Мен бұны емес, бір көзімен қоянды, екінші көзімен елікті аңдып отырған едім. Сен олардың етін жей алмайсың ғой. Же алдыңдағы етті сасып кетпесін", деп жауап қайырады. Бүркіт қаршығаға бір-бірімен қатты ұрсып қалады. Екеуінің шуын естіп қалған барлық құстар жиналады. Құстар құстанның заңын сайлауды ойластырады. Сол хан ұрысы шешіп беру керек болды. Құстар шықылықтап шулап кетеді. Барлығының хан болғысы келеді. Сол кезде бүркіт алға шығып: "Мен сендерге хан болу керекпін. Менен де биікте самғап ұшатын ешкім жоқ", дейді. Бірақ оған құстар келіспей: "Жоқ, керек емес. Сен өте тәкаппарсың. Сол себептен де биік құзды өмір сүресің", деп қарсы болады. Хан жарғанат шығып: "Менің хан болғым келеді. Менің қанатым сендердікіндей жүннен емес, теріден, алыстағыны естіп қоямын". Бұған көкек келіспей қояды. "Жарғанаттың хан болуы мүмкін емес. Құстарға құспын дейді, аңдарға аңмын дейді. Оның үстіне түні бойы ұйықтамай ұшып жүреді де бізге ұйқы бермейді. Сендер үшін менен жақсы хан болмайды. Менің салған әнімнен бүкіл жер беті де жасыл желіктей құлпырады". Көкектің сөзіне құстар келіспей қояды да былай дейді: "Көкек, бізге хан болмайды, ол өзінің балапандарына қарамай тастап кетеді", дейді. Осы кезде құстар арасынан үлкен айтыс тартыс жүре бастайды. Әрбір құс өзін хан қылып сайлауды ұсынады. Құстар қатты шулап кетеді. Мұны естіп жоғарыдағы талдың басына сиқыршы қара қарға отырады. Ол: "Ақыры бір-біріңді тілін таба алмайды екенсіңдер, онда сөйлемей-ақ қойыңдар. Барлығының хан болғың келеді екен". Сол кезден бастап құстар адам сияқты сөйлеуден қалады. Міне, құстардың ауызбіршілігі болмағандықтан барлығы бірдей сөйлей алмай қалған екен.